Бүгін сіздерге шаштарыңыз кір немесе уақытыңыз аз болса, сол ситуациядан қалай шығу керек екенін көрсетемін. Олай болса кеттік. Дәл қазір көрсететін шаш үлгі, ол қазіргі таңда өте сәнді және де үлкен сұранысқа ие шаш үлгісі болып есептелінеді. Ол үшін шашымызды ортадан бөліп аламыз. Бұл шаш үлгісіне сіздердің уақыттарыңыз 10 минут уақыттарыңыз кетеді. Бізге тағы да резинка керек, және де 2 невидимка керек. Ол 2 невидимканы резинкаға былайынан ішіне саламыз. Екеуін де. Осы резинкамен шашымызды буамыз. Қолымызға жаңағы резинканы аламыз, және де шашымызды осы резинкамен буамыз. Бірінші болып, бірінші невидимканы шашқа салып аламыз. Сосын барып, екіншісін айналдырамыз. Бұлайынан айналдырып аламыз, жақсылап. Соңына келгенде, екінші невидимканы алып, шашымызға салып жібереміз. Шашымызды буып болғаннан кейін, егер де сіздер мына жеріңіз кішкене көлемді болып көрінсін десеңіздер, өздеріңіз былайынан кішкене шашыңызды былайынан шығарып қоюларыңызға болады. Мына алдыңғы жағынан көлем шығарудың қажеті жоқ. Өйткені біздің шаш үлгіміз осы көлемсіз болғандықтан өте сәнді болып саналады. Ал енді соңында шашымызды қатырып қою үшін қолымызға лакты алып, кішкене лак себеміз. Лакпен шашымыздың кір екенін көрсетпей, бұлайынан тарап тастаймыз. Міне достар, енді соңғы элементіміз, ол мына көрініп тұрған резинканы алып, шашымызбен орап, үстін жауып тастаймыз. Оған бізге невидимка керек болады. Бұлайынан орап, ішіне, шашымыздың ішіне салып жүреміз. Ал бүгінгі шаш үлгімізді аяқтадық. Енді сіздер кез келген той кештеріне немесе кездесулерге дәл осы шаш үлгісімен баруларыңызға болады.